Баршаңызға сәлем, сіздермен Үрбіш. Бүгін каналымызда сүттен өте жұмсақ болып шығатын панкейктер жасаймыз. Бұл бізге керек заттар. Ең әуелі ұнға қопсытқышты қосып, алдын ала дайындап аламыз. Екеуі бірге араласып біршама тұрса, ұнға деген реакциясы жақсы болып, панкейктеріңіз жақсы көтеріледі. Мен 3 жұмыртқа қостым, себебі кішкентай, егерде жұмыртқаларыңыз үлкен болса, 2 дана қоссаңыздар жетеді. Құм шекерден 3-4 қасық қосып, шым-шым тұз салып, жақсылап араластырамыз. Венчикпен немесе миксермен де араластырсаңыз болады. Бұл жерде жұмыртқа қатты көпіру маңызды емес, тек қана ішіндегі қант ерісе болды. Сұйық май құямыз және жылы сүт құямыз. Кішкене араластырып жіберейік. Көрсетілген мөлшердегі ұнды 2 бөліп қостым. Маңыздысы ішінде араластырған кезде ешқандай да іртік болып қалмау қажет. Іртігін барлығын жазып, жақсылап араластырыңыз. Барлық керек заттардың мөлшерімен бірге төменде описаниясын белгілеп қойдым, кіріп қойыңыздар. Және де мен жоғарыдағы Instagram парақшама тіркеліп кетіңіз. Күнделікті асханаға арнаған лайфхактар, бұдан басқа да рецептерді таба аласыздар. Міне біздің қамырымыз дайын, осылай қоймалжыңдау болып келеді. Жаңа блинчиктікі сұйықтау болып келеді ғой қамыры, бұныкі оған қарағанда кішкене қоюлау болады. Келесі кезде панкейктерді пісіреміз. Осы кезде отты қосып, табаңызды қыздыра беріңіз. Егер менікінде түбі жабыспайтын таба болса, онда түбі майлаудың қажет жоқ. Егер басқа таба болса, бір рет қана түбін бірінші ретке майлап жіберсеңіз болады. Және қасықтап құямыз. Қасықты осылай жоғарыдан тік ұстасаңыздар, дөңгелек болып құйылуына ыңғай келтіреді. Мен әр құйып жатқан кезде ортасы қалыңдау болып қалмау үшін кішкене жан-жағына жайып жіберемін. Міндетті түрде оттың асты орташа болады. Тым төмен болса да болмайды, тым қатты болса асты бірден күйіп кетеді. Менікі тура орташа отта 1 минут тұрады. Асты жағы қараңыздар, көпіріп өз бетіне майда шариктер шыға бастайды. Осы сәтте біз екінші бетіне аударамыз. Көрдіңіздер ме, асты жағы пісті. Екінші беті бірінші бетіне қарағанда аз уақыт тұрады. Жаңа 20 секунд, 30 секунд тұрса жеткілікті. Тіпті одан да аз тұруға болады. Бізде пісіп қалды. Міне көрдіңіздер ме? Мен сіздерге кішігірім кеңес айта кетейін. Егерде табаңыз 2-3 болса, газдың екінші көзіне қойып, бірденнен жаңағыда 8-9 панкейкті пісіріп алуға кеңес беремін. Әйтпесе бұл кішкене қолды ұстап қалуы мүмкін. Мен бір көзіне осыны қойсам, екінші көзіне басқа бір табаны қойып, барлығын бірденен тез пісіріп алуға тырысамын. Міне панкейктердің барлығы пісіп шықты. Бұның жақсы жері пісіп шыққаннан бірден дастарханға ұсына бересіз. Және сабаққа, жұмысқа, балдарыңыздың қолына ұстатып жіберсеңіз болады. Өте керемет болып шығады. Дайындап көруге кеңес беремін. Егер де сізге видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Міндетті түрде подписаться кнопкасын басыңыз.